нангурда жасаймыз. Примерно. Етті әбден қуырғанымыз. Енді дәл осылай қуырылған свежий етке сарымсақ және мен 1-2 долька не қостым, чеснок қостым. Бұны да сәл қуырамыз. Кішкене томат қостық. Томатты ұнатпайтындар болады. Жалпы мен керемет құштар емеспін, бірақ тамақтың түрін, түсін жақсы қылады ғой. Әдемі болады. Осылай сәл 5 минут қуырып аламыз. Өзімше бір өнерімді айтайын деп тұрмын. Жаз кезінде мен осылай капуста, морков және қызыл бұрыш, тәтті бұрыштан, сонымен қатар зелендер, петрушка, укроп, солардан мен осындай кішкентай салафандарға салып, морозилькке қатырып қойған болатынмын. Яғни дайын тұр. Бұл осенний салат сияқты, бірақ салафанда сақталған морозильникте. Енді осыны мен жаңағы тамаққа салайын деп тұрмын. Дайын. Мен осылай салып жатырмын. Әрине мұз. Бірақ та тамақ керемет болады. Гарантия берем. Осылай жасап, қысқа сақтап қойсаңыздар, біздің погодада енді керемет. Қараш, қандай әдемі, сұлу, буы шығып, еріп, тура прям аппетитно. Ана жақта сабақ оқып жатыр, ұрсып жатыр, оған мән бермейміз. Енді осылай қайнап жатқанға картошка қосамын. Бұл сәл пісу керек. Содан кейін тұзын салып, бетіне нан жайып саламын. Мен дәл осылай пісті. Нанды жайып, кәне нан ортақ сияқты осылай қойып шығамыз.